Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүнкү тыңыл өндүрүшүнүн технологиясы пәни боюнча сабактын такырыбы кыйыктарды, бүкпөлөрдү, тилкичилерди өңдөө. Сабактын максатыбыз кийимдин кыйыктарын, бүкпөлөрүн, тилкичилерди өңдөө жолдорун үйрөнүү. Биринчи биз кыйыктарды өңдөө маселесин карастырайык. Калай өңдейбиз? Ягни кыйыктарды өңдөө буюмду пайдалануу кезинде бөлшек жийектерин сетинип кетүүнүн алдын ала отуруп, буларды бекитүү үчүн жүргүзүлөт. Астарсыз буюм бөлшектеринин кыйыктары жийектеп торланады, шеттиктейди, не бүгүп көктөйдү. Кыйыктарды 2-3 не 4 жиптик тизбекти ине шаншымды жийектөө машинасында жийектейбиз, ягни торлайбыз. Жийектөө тигисинин ени 3,5-нан 6 мм дейин өзгөрөт. Жийектөө тигисинин үлкен ени сетинүүгө барынча төзүмдүү бөлшек шетин алууга мүмкүндүк берет. Жука маталардан жасалган буюмдарда эки бөлшектин кыйыктарын кайым тигиспен бириктиргенден кийин бир мезетте жийектейди. Ал кыйыктар бөлшектерди арнайы 2 ийнелүү машинада сырып тигүүмен катар жийектелүүгө мүмкүн. Калың маталардан жасалган кайым тигиспен бириктирилетін бөлшек кыйыктарын бөлшектерди сырып тиккенге дейин не одан кийин жийектеп торлайды. Бул иретте ар бир кыйыкты жеке жийектеп торлайбыз. Бөлшек кыйыктарын жогору сападагы буюмдарды дайындоо кезинде немесе калың тегиз шиптерден узун жабындары бар болбур курулумду матадан пишилген бөлшек кыйыктары аркау не аркау жуп багытында орналашкан жагдайда шеттиктейди. Экинчи жагдайда кыйыктарды жийектөө өңдөөдүн жакшы сапасына кол жеткизүүгө мүмкүндүк бермейди. Өйткөнү жийектөө тигими матанын 2-3 четки жиптерин гана камтып, мата курулумуна әлсиз бекейти, бөлшек жийегин тез сыргып кетеди. Өнеркәсиптик жагдайларда шеттиктөөдү арнайы курулгусу бар бир ийнелүү машинада орундайды. Кыйыктарды шеттиктөө үчүн жеке тигүү кезинде көлбөө көмкөрмени колдона отуруп, ашык кыйыкты шеттиктөө тигисин пайдаланабыз. Эгер арнайы жийектөө машиналар болмаса, астарсыз буюм бөлшектеринин кыйыктары ички жагынан ашык кыйыкты бүктөймө тигиспен бүгүп көктөөлүшү мүмкүн. Кыйыкты бүгүп көктөө косумчасынын ени 0,6-0,8 мм болот. Бүгүп көктөө тигисинин ени 0,1-ден 0,125 мм дейин болот. Кыйыктарды бүгүп көктөө бөлшектерди көктөгөндөн кийин орундалат. Энди бүкпөлөрдү, тилкичилерди өңдөө жолдорун карастырайык. Бүкпөлөр тигин буюмдарынын бөлшектерине көлөмдүү пишим берүүгө арналган. Бүкпөлөр барлык негизги бөлшектерде орналаша алады. Бүкпөнүн өз арасында бириктирилетін жактары үшкүр, ийне не, жиңишке ромбо тәрізді болады. Үшпүрүш писинде бүкпөлөр бөлшек жиегинин бойымен, ромбо тәрізді бүкпөлөр онун ортасында орналашады. Ар бир бүкпөнүн ушу беттин көбүрөөк чыгып туратын нүктесине жакын жатады. Мисалы, алдыңкы бойда кеуденин көбүрөөк чыгып туратын нүктеси, ал арткы бойда жауырындын көбүрөөк чыгып туратын нүктесине келет. Бөлшекте бүкпөлөрдүн саны, өлчөмдөрү жана орналашкан жерлери ар түрлүү болуу мүмкүн. Бүкпөлөрдү кайым не жапсырма тигиспен орундайбыз. Сырып тигилген бүкпө жактарынын пишимине байланыштуу бүкпөнү сырып тигүү тигиси түзүү сызыкты не кыйшык сызыкты болот. Астарсыз буюмдарда кыймайтын бүкпөлөрдү жаткыза жана айыра тиктөө аркылуу орундайбыз. Сондай-ак катмарларга өтөтүн бүкпөлөрдү орундайды. Бүкпөлөрдү өңдөөдө оларды буюмдун ички жагына белгилөөдөн баштайды. Бүкпө сырып тигүү сызыктары мен бүкпө учтарын бормен жүргүзөдү.
Бөлшекте белгіленген бүкпе сызығының бойымен өңін ішіне қаратып қояды да сонан кейін көктейміз. Өнеркәсіптік өндірісте көктеу операциясы жоқ. Бүкпені белгіленген сызық бойымен бөлшек қиығынан бастап, бүкпе ұшының белгіленген көлденең сызығында дәлме-дәл аяқтай отырып сырып тігеміз. Мысалға, бөлшектің ортасында орналасқан бүкпені кез келген ұштан бастап сырып тігеді. Бұл ретте осы бөлшектің барлық бүкпелерін бір бағытта сырып тігеді. Сырып тіккеннен кейін белгіленген тігімді алып тастайды да бүкпені баса үтіктейді. Одан кейін модельге қарай жатқыза үтіктейді, немесе айыра үтіктейді. Айыра үтіктеу кезінде бүкпелерді сырып тігу сызығының бойымен дәлме-дәл орналастырады. Модельге байланысты сырып тігілген бүкпелер негізгі бөлшекке беткі жағынан бастыра тігілуі мүмкін. Сырып тігу тігімінен бүкпенің жиектелген шетіне дейінгі ара қашықтық 10 мм болады. Бүкпені бөлшектің беткі жағында, бүкпенің екінші жағында орналастырады. Бүкпені бүгіп көктейді де бастыра тігеді. Бастыру тігу тігімін беткі жақ бойымен бүкпеден 1 мм-ден 2,5 мм-ге дейін ара қашықтықта салады. Тілікшелер. Бұл тілікшелерге тоқталатын болсақ, бұл тілікшелер бүкпелер сияқты бұйым бөлшегінде көлемді пішін беруге мүмкіндік береді. Бүкпеден айырмашылығы тілікшеде сырып тігілетін қиықтардың бірі екіншісінен ұзын болады. Ұзын қиықты модельге қарай жинақтаймыз, сонан кейін немесе ұсақ қатпарларды тігімдермен бекітіп отырып солармен саламыз. Бүрмелер не қатпарлар жасалғаннан кейін тілікше жақтарының ұзындығы бірдей болуы тиіс. Бөлшектер тілікше қиықтарын сәйкестіріп, өңін ішіне қаратып қоямыз да, одан кейін жинақталған қиық жағынан сырып тігеміз. Бүгінгі сабағымызды аяқталды. Үйге тапсырма. Авторы Амирова Турханова авторлы технология оқулығы бойынша мынадай бақылау сұрақтарына дайындаласыздар. Қиықты өңдеу тәсілі қандай, және бүкпелерді өңдеу тәсілі, тілікшелерді өңдеу тәсілдеріне жөнінде қарастырамыз. Осы мен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.